Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Абайдың сөзі қазақтың бойтұмары. Абай біздің ұлттық ұранымыз болуы керек. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Ұлы ақын, сазгер, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ әдебиеті негізін қалаған ағартушы Абай Ибрахим Құнанбайұлына биыл 175 жыл. Абай 10 тамыз 1845 жылы қазіргі Семей облысының Шыңғыстау бөктерінде Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың 4 әйелінің бірі Ұлжаннан туған. Абай шығармашылығы адамзат мәдениетінің рухани асыл қазынасына қосылған асыл мұра. Оның философиялық тереңдігімен, көркемдік эстетикалық қуатымен, мағыналық салмағымен, ғибраттық тағылымдық мәнімен ерекшеленетін ойлы сөздері халық жүрегіне жол тапқаны мәлім. 1903 жыл. Абай отбасымен. Суретте Абайдың ділдадан туған тұңғыш баласы Ақылбай және Абайдың өзі. Әйгерімнен туған ұлы Тұрағұл. Сурет 1896 жылы Семей қаласында түсірілген. Түпнұсқа. Ұлы ақын өз заманының биік парасат иесі ғана емес, бүгінгі заман қайшылықтарын шешуге де бағыт беретін биік тұлға. Ақынның адамгершілік мұраты тек өлеңдерде ғана емес, қара сөздерінде де терең философиялық толғаныспен көрініс тапқан. Қазақ, орыс және бірнеше шығыс елдерінің тілдерін білген, әлем және орыс әдебиетін тұңғыш рет ана тілімізге аударған. 170 өлеңі, 56 аудармасы, 45 қара сөзі бар ұлы тұлға. Осы видеоны келесі сөздермен аяқтағым келеді. Абай бізге дарашың, оқи қылсаң данасын, егер Абай болмаса, ғибрат қайдан аласың. Абай ақыл кеніші, мақтан етер ел іші, алып туса анадан, ананың бұл жемісі.